Абу Мусадан имам Бухари риуаят еткен сахих хадисте Az-Zuhri, Алла одан разы болсын, былай деп айтады: Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, ораза айт күні шығып, намаз оқитын орынға жеткенге дейін және айт намазын оқып біткенге дейін такбир айтып, такбирді айт намазын оқып біткеннен кейін тамамдайтын еді, деді. Құрметті жамағат, айт намазының алдында әрқайсымыз таңертең мешітке барар алдында айт намазын оқымас бұрын және жамағатпен бірге намазға тұрғанға дейін такбир айтып Алланы ұлықтағанымыз жөн. Такбир сөздері Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд деген сөздер. Алла тағаланы ұлықтап, Аллаға сансыз шүкірлер білдіріп, осы Рамазан айынан аман есен шыққанымызға және Рамазаннан кейінгі мерекелік айт күніне жеткенімізге Аллаға шүкірлік білдіріп, сансыз мақтау мадақтар айтсақ, міне сол бізге ұлы бір іс болмақ. Алла тағала баршамыздың құлшылық ғибадатымыз бен ниет тілектерімізді қабыл еткей.